бұрын қазақ лауазым иелерін қалай атаған деп. Осыған қатысты бір ғана әңгіме айтайын сізге. Мен Қаран мемлекеттік университетінің тарих факультетіне түскенде біздің Қазақстан тарих кафедрасының меңгерушісі Аманжол Күзембайұлы деген азамат болды. Үлкен кісі. Сол кісіге біз сол 87 жылы түстік қой. Сол кездегі үрдіспен Аманжол Күзембаевич деп айтатынбыз. Сонда ол кісі бізді шақырып алып ұрсатын кәдімгідей. Сол орыстың қол астында жүрген кезі ғой еді, совет үкіметі әлі тарамаған кезде. Әй деп айтатын бізге, сендер менің атымды Бадырайтов атағанымен қоймай, сүйегі қурап қалған әкемнің атын қоса неге атайсыңдар? Бұл не деген әдепсіздік, не деген көргенсіздік? Енді тағы бір рет атасаңдар, менен жақсылық күтпеңдер. Мені тек қана аға деп айтыңдар деп бізге үйрететін. Сол кезде сол қазақшылығын жоғалтпаған адамдар сол кезде де болатын. Ескінің жұрнағы, ескінің көзі. Ал енді қазақтар жалпы лауазымды иелерге кез келген адам өзі сыйлаған. Қазақ еке деген жұрнақты қосып айтатын. Еке деген сөз өзіміздің қазақ тілінде, көне түрік тілінде орысшасы ваше величество, яғни жоғары мәртебелі деген мағынаны береді екен. Тіпті ғұндарда еке ұлысы деген болған, еке ұлысы, ұлық ұлыс. Содан қазақ сәке, мәке деген сөз аса құрметті, аса мәртебелі деген мағынаны береді екен, осы сәке, мәке дегендер. Сонда қазақтар лауазым иелеріне солай атаған. Немесе атын атамай хандарға хан ием деген, мысалы, сұлтан ием, хан ием деп атаған, мысалы. Мынау біздің Мұхтар Мағауиннің Аласапыран романдарында Созақта хан көтерген кезде хан ием деп сұлтандар сөйтіп атаған. Байеке деген, сұлтан ием деген. Ал енді жалпы біздегі қазіргі кездегі айтып жүрген Бәленбай Бәленбаевич, ол орыстық жүйе бізге келмейді мүлдем. Сосын тағы да маған бұрын ұнамайтыны, мысалы, Омар аға дейді. Мен айтамын, мен атымды атағаннан кейін аға дедің не, аға демедің не, қандай оның парқы бар? Сондан мен атымды атамаңдар, Омеке деп айтыңдар. Немесе жай ғана аға деңіздер. Қазақта өзі кіші аға, үлкен аға, тағы да көп қой, қазақтар айырады өзі. Аға десеңіз жеткілікті ғой. Сізге қарата айтылып отырғаннан кейін, сізге айтылып отырғаны түсінікті нәрсе. Сондықтан жалпы мынау қазақтың салт дәстүріне келмейтін, атымен қосып, аға сөзін қосақтап айту, ол меніңше келмейтін сияқты. Мысалы, енді тағы бір үрдіс бар, қазақта атауы өте әдемі үрдіс. Мысалы, Ғабиден Мұстафинді, мысалы, халық Ғабаң деген. Ал Ғабит Мүсірепті Ғабең деген. Мәшһүр Жүсіп атамызды Мәшекең деп атайды. Сондай еке деген сөз бәрі бар, сондай құрметті көрсетіп. Сондан жалпы қазақта ат тергеу деген бар. Ат тергеу бойынша жалпы келіндер ешқашанда өздерінің қайнағаларын, қайнапаларын, қайын сіңілілерін атын атамаған, ат қойған сылқым жігіт, мырза жігіт, ақ жігіт, еркем, гүлім. Бұл сондай бір әдемі сыйласын дүние ғой. Сондықтан қолдан келгенше бадырайтып, жаңағы адамдардың атын атамай, аға, көке, әпке, апа, кіші апа, үлкен апа деген жарасымды, сондай қазақтың жүрегіне жылы тиетін атауларды атаған жөн деймін. Сонда ол ұлық болсаң кішік бол дейді. Ол лауазым иесіне міндетті түрде әкесінің атын атау, ол қазақтың дәстүріне сәйкес келмейді. Онда сол сәке, бәке дегеніңіздің өзі негізі керемет нәрсе. Ол не? Аса мәртебелі сәке деген сөз. Немесе сосын мырза деген сөзді көрінген адамға қолдануға болмайды. Мырза деп негізі жомарт адам ғана қолданған. Мысалы, біз қазір көрінген адамға мырза дейміз, көрінген адамға ханым дейміз. Мысалы, Тұрмағамбет Тестілеу айтады ғой, аға деген ініні жаным десе болады, ерін күткен қатынды ханым десе болады дейді. Сонда ол ерін күткен қатынды, ерін хандай күткен қатынды ғана қазақтар ханым деген екен жаңағыда. Ал енді мырзаның екі түрі болады. Малға мырза, сосын жанға мырза. Мысалы, Құнанбайды жұрт мырза деген, неге? Сол шында мырза болған, ешқашанда жоқ жітіктен көмегін аямаған. Сонда Абай айтады ғой өзінің әкесі туралы: мал түгіл жанға мырза еді дейді. Әділ мырза ер болып, әлемге жайған өрнек дейді. Сонда біз малым жаным садағасы, жанымның арын садағасы деп жүрген қазақ, біз малдың өзіне
Құдайдың берген малын Құдайдың жолынан аяп біз мырза бола алмай отырмыз ғой. Ал Құнанбай мал түгілі ар үшін жанын аямай жанға мырза болған екен. Бұл енді үлкен биік деңгей. Сондықтан Алла тағала бізге осы Құнанбай аталарымыздың жолын берсін. Мал түгіл жанға мырза болып, әділ мырза ер болып, әлемге өрнек жайып, ата бабаларымызға лайықты ұл болуға Алла тағала бізге нәсіп етсін.